Енді қазірде мына қазақ қоғамында ана дау, мына дау, дін тақырыбы, 80% тақырыбы, алаяқ тақырыбы, бүкіл молдекең, жаңағы діндәрі бар, дінсізі бар. Кеше қазақтың басына күн туған кезде үнсіз қалған бүкіл жаңағы әулие әмбиең енді ойбай намазхандарды алаяқ деп қойды дегенде енді бір жерлер жыртылғанша айғайлап шыға келді. Сахнаға секіріп шыға келді. Осы намазхандарды алаяқ деді. Ойбай, біреу алаяқ екендігі рас деп, біреу рас емес деп, біреу ол баяқ қосанып шеді, оның аузында пәтуа жоқ деп қырылысып жатыр. Намазхан алаяқ болса не бопты, алаяқ болмаса не бопты. Сендер сондай әулие білгіш, көсемсігіш, сендер сондай ақыл айтқыш, осы қазақтың тақырыбын талқылағыш екесіңдер. Мына Жаңаөзенді қынадай қырып тастағанда Назарбаев қайда қалдыңдар? Қырма, адам атса қарам, төгілген қан, нақақ өлтірілсе күнәқар боласың деп Назарбаев қайталдыңдар ма? Полицейлер қуып жүріп атты. Амондар қуып жүріп қазақтат. Ютубтен қараңдар. Қашып енді болды, жеңілдік деп кетіп бара жатқан ереуілшілерді қуып жүріп атты. Аяғынан атып, құлатып ап кеп, шекесінен атып өлтірді. Сонда біздің әгі намазхандарда алаяқ дегенде аяқ астына намыстар оянып кеткен әулиелер қайда қалды сонда? Жаңаөзен тағы көтер. Жерді сатамыз деді. Сол кезде қайда қалды? Қытайдағы қазақтарды қынадай қырып жатқанда әгі намазхандарды ақтағыш әулиелер қайда қалды? Сол Қытайдағы қазақтардың бір бөлігі молда болған үшін мемлекет рұқсат берген, қолында молда куәлігі болып, мемлекет айлық беріп отырған молдаларды Қытай өзі қамап тастады, өзі соттап тастады, өзі молдалықты оқытып тәрбиелеп, өзі ислам институты ашып, оның филиалдарын жер-жерді ашып, өзі оқытқан молдаларды, өзі қызметке қойған молданы өзі соттады. Сонда анау намазхандарды алаяқ дегенде ұршып кеткен біздің әулиелер сол кезде Қытайға, ана жердегі молдаларды өзің оқытып едің, өзің неге қамайсың деп неге үндемей қалды? Байпағынан дамбалының ішінен бір пәтуа алып шыға салады, олардың пәтуасы дамбалының ішінде, олардың пәтуасы бұттарына тығып қойған, алып шыға салады. Біз саясатқа кірмейміз дейді. Саясатқа кім кірмейді? Қойғарадағы қой кірмейді, малғорадағы мал кірмейді саясатқа. Сен жер басып жүрсің, сен саясаттың ішіндесің. Сен өмір сүріп жүрсің, саясаттың ішіндесің. Сен жеке куәлігің, қай елдің азаматсың. Сол саясат арқылы сол ел болып отыр. Сенің паспортың саясат. Сен қандай қатынды аласың? 10 қатынмен тіркеле аласың ба некеге? Жоқ, саясат, мемлекет заң шығарды бір қатын деген. Тоқалды заңсыз алып жүрсіңдер. Тоқалды қайдан бағып жүрсіңдер молдекеңдер? Халықтың қазынасынан мына қанішерлер алдымен халықтың қазынасын теспей сорады, қанын теспей сорады. Сол қанішерлер қазақтың ырыздығын, несібесін ұрлайды. Сендер сол қанішерлердің аузындағысын, ит аяғындағысын жалайсыңдар. Болмаса Меккеге 100 рет баратын ақшаны қайдан табасыңдар сендер? 100 рет қажылыққа баратын ақшаны қайдан табасыңдар? Міне, енді сол молдекеңдердің жаңаға мынау қоғамдағы дауларын айтам да міне. Ода міне қаңтарда қырып тастады. Қайсысы сөйлет? Еш қайсысы. Оларды сөйлететін жаңағындай тақырып керек те, бір жаңағындай олардың шабытын оятатын. Сонда барып олар жаңағы жаттап алған сүрелері мен хадистерін айтып, оны қазақша түсіндіріп, ойбай да ойбай деп, жәннатты тозақты айтып, неше түрлі ақыл көйсіп, бұлайғы қазаққа міне ақтап өздерін сөйтіп кетеді. Тура біздің қоғам осы, сондықтан қазақ қоғамында бір жақсылық болсын десең, білмеймін, қазақ тақыр таза аш қалғанда ғана жақсылық болады. Одан бұрын жақсылық болмайды. Мен соны сезініп жеттім. Жақсы, аман сау болыңыздар. Біраз әңгіме айтып қойдық, артық кетсек кешіріңіздер. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Мына неге көп әңгіме айтып кеттік? Бірі болмаса біріне пайдасы тие ме деп тұрмын.
осыдан 100 жыл бұрын алаш арыстары қазақты азаттыққа шығарамыз деп күресті. Бәрі дерлік атылды. Мұстапа Шоқай Германияға қашты. Олардың ісінен бізге пайда болмады ма? Болды. Егер сол алаш арыстары қарекет жасамағанда біз бүгін кімімізді айтар едік? Айтатын ештеңкеміз болмас. Қазақ үшін кеудесін оққа төсеген, басын берген, жанын берген қаншама алтын тұлғамыз болды. Солардың сол ерлігі, сол өзінің басына қауіп төнгенін біле тұра, төнетінін біле тұра, жанынан айырылатынын біле тұра, солар қарекет жасады, қазақ үшін күресті. Егер олар күреспегенде біз бүгін кімімізді айтады деді. Бізде күресудеміз. Бізде идеологиялық жақтан қазақты ағартып күресіп жатырмыз. Бізде 100 жылдан кейін жоқпыз. Міне қазір 50-деміз. Енді Құдай 50 жыл өмір бере ме, бермей ме біз білмейміз. Бірақ біз өлгеннен кейін біздің сүйегіміз ақсөңке сүйекке айналып келді. Біздің сүйегіміз қурап қалған кезде ендігі бір ұрпақ біздің сөзімізден цитат алып, сол кезде қазақтар өстіп күресті деп тарихына жазып, сөзімізді зерттеп, айтқан әуенімізді, үнімізді зерттеп, сөйлемімізді зерттеп, саяси тұрғыдан, тарихи тұрғыдан, тіл ғылымы тұрғысынан зерттеп, мақалалар жаза бастайды. Міне, бұл жалғастылық. Жақсы, аман бол қазағым, оянайықшы. Басқа амал жоқ.